Адам өз өмірінің суретшісі. Ол өмірді сырлап, бояуға, оған ажар, түр беруге, оны әшекейлеп, өрнектеуге еңбек етеді. Ақын, жазушы Баубек Болқышевтың осы бір ойлы орамы адамзаттың 5 күн жалғандағы бар қам-қарекетін түйіндеп тұрғандай. Бірақ кейінгіге өнеге болсын дерлік өмір жолының соқпағын салу талайдың арманы. Бұл жолда ел үшін еткен еңбек, төккен тер, артында қалған мұраң, мінезің мен ұрпақ тәрбиесіндегі салмағың таразыланары хақ. Міне осындай құндылықтар мен қасиеттерге кенде емес ер есімі мәңгілік жұрт жадында жатталары сөзсіз. Өмірдің мәні бірінші денсаулықта, сосын екінші мына өзің сепкен тұқымыңды соларды мәпелеп өсіріп, арман қарай олардың өсуіне атсалысу, олардың дұрыс тәрбие алуы, білімді болуы. Әркімдің түпкілікті ойы бір бақыт тапсам екен дейді ғой, екі адам бір-бірінен. Бақыт тапсам екен деп бір-бірін табады. Мінекей мен ойлаймын, мен бақытымды тапқан адаммын деп. Ол да айтатын, мен бақытымды сенен таптым деп. Жаңағы екеуміз бір-бірімізге әке шешедей болып жүрдік. Мен бұрында осы Мұхтарға үйленгеннен кейін, бір айдан кейін шешем қайтыс болды. Сонда енді жылап жатырмын ғой, табыттық жоқтап. Сонда үлкен апам болды, өзіміздің тәтеміз, ең үлкеніміз Нұрия деген 36 жылғы апамыз. Сол айтып жатыр маған: "Әй Үрмия, жылама. Шешеңнің жасы келді, жасарын жасады, асарын асады, ол кетуге тиісті жағдай. Сендерге Құдайға шүкір адам болғандарыңды көрді. Ендігі жерде сенің әкең де мұқтар, шешең де мұқтар" деді. Мінекей мен айтам, аузы дуалы кісі екен, үлкен жақсы адам еді ол бір апам менің. Соның айтқаны келді, шынымен де менің әкем де шешем де мұқтар сияқты болды. Саналы ғұмырын сыр медицинасының дамуына арнаған, педиатрия саласын серпілтуге сүбелі үлес қосқан Мұхтар Бейісов дүйім елге әйгілі айдынымен ғана емес, даңқты еңбек-ерімен, атақты ақын жыршыларымен, саңлақ өнерпаздарымен танымал өлке Арал ауданының шалғайлау жатқан Шөмішкөл ауылының түлегі. Бала Мұхтар Арал қаласындағы Шевченко атындағы мектепті бітіргеннен кейін-ақ еңбекке араласып кетеді. Қызылорда строй трес мекемесінің Арал қаласындағы бөлімшесінде ағаш шебер болып жұмыс істейді. Совет армиясының қатарына алынып, Белоруссияның Брест қамалында және Чехословакияда отан алдындағы әскери борышын өтейді. Әскерден оралғаннан кейін Ақтөбедегі медицина институтына оқуға түседі. Педиатрия факультетінің студенті атанып, дәрігер болсам деген аялы арманына қарай алғашқы қадамын жасайды. Теңіз төскейінде өскен темірдей жігіттің саңқыры осы оқу орнының қабырғасында таныла бастайды. Зымырап өтіп жатқан өмір-ай. Кеше ғана досым Мұхтарды соңғы сапарға шығарып салсақ, міне бір жылдық садақасының уақытта таяп қалыпты. Мен Мұхтардың досымын. Екеуміз 1970 жылы Ақтөбе мемлекеттік медицина институтының педиатрия факультетіне оқуға түстік. Екеуміз 6 жыл бойы бір группада, жатақханада бір бөлмеде тұрып, өте жақын араласып кеттік. Сол кезде Ақтөбедегі біздің тоқыма фабрикасы болып, сонда оқудан кейін кешкілік сменге барып, Мұхтар, мен және Ибатай деген досымыз бірге оқыған жұмыс істеп, сол фотоаппаратқа ақша таптық. Ол кезде зенит фотоаппараты қымбат тұрады. Сол зенит фотоаппаратын бүкіл шығару, түсіру құралдарымен бірге сатып алып, 5-ші курста мен жатақханада студенттер комитетінің төрағасы болдым. Сол кабинетпен келісіп, терезесі жоқ бір шағын кабинетті фотолаборатория жасап, біздің сол кездегі факультетте оқып жүрген студенттерді, жатақханада жатқан бірге оқитын студенттеріміздің бәрін сол кездегі суреттерді түсіріп, сол
көптеген ескерткішке сол біздің қыз жігіттердің бәрі үйлерінде бар. Мұхтар сондай азамат, әр уақытта осы достарына болсын деп жүрген азамат еді. Өзің былай жоспарда ертең бітіргеннен кейін сондай қолынан бір енді елімізге, туған жерімізге бір жақсылық істейтіндей бір шаралар жасасам деп өзі армандаушы еді. Ақтөбе медицина институтының дипломын қолға алған бойда Мұхтар Бейісов Сыр өңіріне оралды. Еңбек жолы киелі Қармақшыдан басталды. Ауданда бас педиатр болды. Гиппократ антын өмірлік ұстанымына айналдырған ол өзіне жүктелген міндетті мінсіз орындаумен дараланды. Ал жауапкершілікті терең сезіне білетін, антына адал іскер ұйымдастырушыға қашанда жұмыс табылады. Көп ұзамай Мұхаңның облыс орталығында қызмет жасауының да себебі анық еді. Бірақ лауазым өскенмен жүгі ауырламаса жеңілдеген жоқ. Өйткені ол уақытта медицина саласын серпілту ең өзекті мәселенің бірі болатын. Өтіп баратқан өмір өзі Мұхтардың да дүйді қозғанына бір жылдай уақыт болып қапты. Мұхтар мен Қармақшы ауданында кездестім. Облыс здравоотделдің бастығымын. Сонда бар больницаны аралап жүргенде осы жігітті кездестім. Отделениесінде обход жасадым. Маған ұнады. Как человек, азамат, как дәрігер. Мұхтар мен сөйлестім енді. Қандай планың бар сенің? Дұрыс. Мына участковый аудандық полицияда жұмыс істеп жатыр екенсің. Әйел де соны істейді екен, әйел сөйердің баласы екен. Сонымен Мұхтарды шақырдым мен. Ай, сен өсетін бала екенсің. Мына облыстық денсаулық сақтау басқармасында педиатр болып кел дедім. Облыс бойынша главный педиатр боласың деп. Сол бір жеті өтпей-ақ Мұхтар келді. Енді келгесін бұлай анықтап қандай дәрігер екен, қалай екен бұлай білдім енді. Жақсы дәрігер екен, салмақты. Содан кейін күнделікті медицина саласының жаңалықтарын алдына тізіп отырады екен. Сол маған ұнады. Сонымен Мұхтарды мен главный педиатр қылып алдым облыс здравоотделге. Туған жердің дамуына үлес қосу әр азаматтың парызы. Мұхтар Бейісов Қызылорда қалалық біріккен балалар ауруханасында лор дәрігер. Облыстық денсаулық сақтау басқармасында инспектор, бас бала дәрігері. Қалалық біріккен балалар ауруханасында бас дәрігер қызметтерін абыроймен атқара білді. Қазақстан тәуелсіздігінің алғашқы жылдарындағы экономикалық қиындықтар әлеуметтің әлеуетін айтарлықтай әлсіреткені сөзсіз. Басқа игіліктерді айтпағанда, таза суға деген тапшылық талай жұқпалы дерттің өршуіне түрткі болған еді. Осындай ауыр кезеңдерде облыстың бас педиатры болу немесе балалар ауруханасын басқару мықты маманның немесе ұжымды ұйыстыра білетін ерекше қасиетке көреген басшының қолынан ғана келер анық. Осы жылдары балалар ауруы мен шетінеу көрсеткіштерінің жақсаруына және облыс бойынша нәрестелерге микропедиатриялық саланың дамуына ықпал жасап, сәби өлімінің 2 есеге азаюына қол жеткізді. Сонымен қатар Мұхтар Бейісовтің араласуымен облыста алғаш рет халықаралық ЮНИСЕФ бағдарламалары енгізілді. Егемендікті енді алып жатқан жылдарымыз, жарты жылдап, айлап, айлығымызды алмай, ауруханада осы дәрі-дәрмектерін жеткізу, шприцтар, басқа материалдарын жеткізу, үлкен коллективті бір алақанда ұстап отырып, шулатпай, улатпай, ауыр науқастарды емдеп шығарып, соның барлығында енді 1000 қосшыға бір басшы болып Мұхтар Бейісұлы барлығымызды ол кезде емханамен бірлескен аурухана болды. Сөйтіп бірге жұмыс атқарған жылдарында осы мен өте бір
жақсы кезеңдер деп өзім үшін енді сөйтіп еске аламын. Содан кейін 96 жылдары Мұхтар Бейісович алғашқы рет республика бойынша республикадағы балдар педиатрия, балдар хирургиясы орталық, ғылыми орталықтың, ол кезде Камал Ормантаев директоры, сол орталықтың филиалын ашуға келісім сөздер жүргізіп, жергілікті бюджетін қарастырып, басқа облыстарда жоқ, ал жаңа экология аймақ деген осы біздің балдарымыз зардап шегіп жатыр деп шырылдап жүріп, сол бөлімшені ашқызған кісілердің біреуі осы Мұхтар Бейісович. Сол 96 жылы кіші ғылыми жаңағы маман ретінде сол филиалдан мен де өзімнің ғылыми жолымды бастаған тұғымын. Сөйтіп, менің енді дәрігер ретінде де, ұйымдастырушы дәрігер ретінде, және де осы ғылымға өзімнің бетбұрыс жасағаныма Мұхтар Бейіштің тікелей септігі бар деп мен айта аламын. Тасбөгет кентіндегі нөмірі 4-ші емхананың бас дәрігері, қалалық денсаулық сақтау бөлімінің басшысы, облыстық наркология диспансерінің бас дәрігері, қалалық нөмірі 2-ші емхананың бас дәрігері қызметінде болды. Қалалық біріккен балалар ауруханасын басқарған кезде материалдық техникалық базасы нығайтылды. Балаларға мамандандырылған көмек көрсету бөлімшелері 3-тен 12-ге дейін артты. Сол жылдары аурухана жанынан педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығының облыстық бөлімшесі ашылды. Республикадағы бала дәрігерінің басын қосқан экология және балалар атты аймақтық ғылыми практикалық конференцияның өтуіне де Мұхтар Бейісов мұрындық болды. Ал нөмірі 4-ші емханада бас дәрігер болған кезінде тозығы жеткен емханаға жаңа ғимарат алуға көмектесті. Қай жерде жұмыс жасаса да үлкен абыройменен өзінің бір жаңалықтарын енгізіп, ақылын айтып, емханаларда барлық бас дәрігердің атынан барлық ненің жаңа проблемалардың бір ортаға салып не қылып, бірақ Мұхтар Бейіш соны жеткізе алатын басшылыққа, денсаулық сақтау министрлігінде кез келген жоғарыдан келген басшыға Мұхтар Бейіш ешқашан жаңағы үндемей қалып, айтпай қалып, неғымай айтып проблема болып жатса, сол проблеманы айту керек. Кім айтады дегенде, оны Мұхтар Бейіш айтатын. Сондықтан осындай бір үлкен жүректі өзі Мұхтар Бейіш сөйтіп сөзін де жеткізе алатын, сөзін өткізе алатын да сондай бір керемет өзінің ерекше қабілеті бар тұғын. Мұхтар Бейісұлы осы облысымыздың педиатрия саласының басында тұрған маман деп айтсақ артықтық емес. Өйткені 76 жылы жоғары оқу орнын бітіріп келгеннен 2014 жылы зейнетке шыққанға дейін осы облысымызда қызмет етті. Қызмет барысында осы педиатрия саласын дамытуға, оның көлемін кеңейтуге өзінің үлесін қоса білді. Соның ішінде мына Қара шаңырақ деп аталатын облыстық балалар ауруханасын 7 жыл басқарды. Мұхтар Бейісұлының шеберлігін, ұйымдастырушылық қабілетін әріптестері осы күнге дейін аузынан тастамай айтып жүреді. Мұхтар Бейісұлының қызметтегі өзінің принципшілдігі, қызмет барысындағы кемшілікті таба білуі, сол тапқан кемшілікті айта білуі, және сол кемшілікті жоя білудегі өзінің табандылығы әрине ауызға толтырып айтатындай қасиет деп ойлаймын. Сонымен қатар Мұхаңның дархандығы, ол кісінің ұжыммен тіл табыса білуі, үлкенмен үлкендей, кішімен кішідей сыйласа білуі де өте үлкен қасиет деп есептеймін. Наркологиялық диспансерде бас дәрігер қызметін атқарған уақытта дәрігерлер саны 65-тен 101-ге дейін көбейтіліп, дәрігерлер мен мейірбикелердің санаттық дәрежесін иеленуі анағұрлым өсті. Мекеме қолданысындағы медициналық құжаттар түгелдей қазақ тіліне көшті. Диспансерде наркологиялық көмекті заман талабына сай ұйымдастыру үшін физиотерапевтік, функционалдық диагностика, психотерапевтік кабинеттер және анонимді емдеу кабинеттері ашылды. Спорт алаңдары салынып, намазханада пайда болды. Мұхтар ағамыз осы бұрын біздің наркология орталығы бұл жерде емес еді. Өйткені больницасы Тасбөгетте болды, емханасы 2-ші микрорайонда болатын. 2000 жылдары облыстық көпсалалы облыстық медициналық орталығы ашылғаннан кейін
бұрынғы больница, осы бұрынғы облыстық аурухана сол жерге көшетін болды да, біраз осы больницаның орнына біраз нелер болған, жаңағы басқа ұжымдар келем деген, басқа мекемелер деп. Сол кезде Мұхтар Бейсевич өзі күндемей түндемей жүгіріп, сол кісінің қатты бір атсалысуымен осы больница наркологиялық орталық болып қалды. Осы әріптестеріміз бәріміз жұмыстың аяғында жиналып бір мероприятияға баратынбыз деп дайындалып жатқанбыз. Күн бұлт болатын. Содан осы әлі есімде Еркебай Ілиясович Аяпов деген замандасы әріптесі сол сұрап жатыр, жігіттер бүгін жаңбыр жауа ма, жаумай ма деп. Содан Мұхтар Бейсевич ойланып тұрып, бүгін жаңбыр жауа ма, жаумай ма, оны таңертең айтамыз деп бәріміз біраз бір күліп қалғанымыз бар. Сондай кездер көп болды. Енді әрине ерте кетті, балдар бар. Енді осы бір жақсы өмір, балдардың бәрін үйленетіп, жаңағы жайластырып, бір рахат өмір көрем деген кезде ортамыздан ерте кетіп қалды. Мұхтар Бейісов КСР және Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау ісінің үздігі. Қазақстан Республикасы педиатрларының съездеріне бірнеше мәрте қатысып, Қызылорда облысының педиатрия саласының өзекті мәселелерін көтеріп, оларды жақсарту жолдары туралы баяндамалар жасады. Бірнеше рет президиум мүшесі болды. 1986 жылы Мәскеу қаласында педиатрлардың бүкіл одақтық 12-ші съезіне делегат болып қатысқан. Міне, сыр медицинасын серпілтудегі осынау еңбегі ескерусіз қалмайтын адық. Медицина саласына және облыстың дамуына қосқан үлестері үшін Қазақстан Республикасы президентінің және облыс әкімінің бірнеше алғыс хаттармен марапатталуы қажырлы жұмыстың қайтарымы екені сөзсіз. Қазақстан Республикасы ерен еңбегі үшін Пирогов, Гиппократ және Қызылорда қаласына 200 жыл медальдармен марапатталған. Адам бойындағы бағалауға лайық қасиеттер тек қана ақыл емес, ақылды басқаратын да басқа қасиеттер бар. Ұлы ойшыл философ Абай атамыз өзінің қара сөзінде жазғандай, адам пенденің қайраты, ақылы жүрегі, үшеуің де басың қос, бір жүрекке билетіңдер. Осы үшеуің менің айтқанымдай бір кісіде табылсаңдар, табанның топырағы көзге сүртерлік сол адам қасиетті адам деген екен. Мұхтар інім осы абзал қасиеттерді жүрегіне әмірші етіп билеткен қасиетті азамат. Мұхтар бұрын кездеспеген адамға сабырлық танытып, биязы сөйлеп, өте жақсы тіл тауып кетеді. Ал бір кейбір кезде аралдың асау толқындай мінез көрсетіп, шындықты бетке айтып, бүкпей турасын айтып отыратын кездерін көпшілік біледі. Ал енді бұндай қасиет тек қана жүректі адамдарға ғана тән қасиет. Адамзаттың басты байлығы денсаулық. Сол байлықты қорғау жолында саналы ғұмырын сарп еткен Мұхтар Бейісовтің адамгершілігін сезінгендер қаншама. Дәрігердің ар-ожданы, абыройы, мәртебесі антына адал болуымен өлшенетін болса, бір сөзділігі, досқа адалдығы, уәдеге беріктігі, үлкенге ізеттігі, ініге қамқорлығын да дәл осылай суреттеуге болады. Нағыз қазақи тәрбиенің, болмыстың көрінісін осы Мұхтардан тауып отырмын ғой. Жаңа әкім Лұқпанның айтқаны бар ғой. Бір отырсын, 1000 жасадым дейді. Неге деп сұраған кезде, соншама жақсы адамдармен өмірде сапарлас болдым деп, сырлас болдым деп. Міне, сондай адам мен үшін осы Мұхтар еді. Өйткені Мұхтардың бойында сол қасиеттің бәрі білініп тұрады. Біріншіден, екіншіден, ол кісіде ешқандай мақтаншақтық, бір сондай сияқты бір жаңағы бетке былай жеңіл желпілік жоқ та, өте сабырлы, сосын байсалды, өзіне жарасатын жаңағы әзіл айтатыны бар. Қожеке, мынау қалай деп күлдіріп те алар арасында. Ал бірақ
байқағаным, екеуміз енді қатар болдық қой, мен енді оны құрдасымдай көріп кеттім негізі. Сол елдің тарихын, сол елдің мәдениетін, сол елдің азаматтарын және тек өзінің руына, атасына қарап бұра тарту емес, жалпы ұлттық тұрғыда келеді да әңгімелері. Сосын бұл соншалықты неге болай десем, өз енді медицина саласының кәсіби маманы ғой. Оның үстіне мынау бизнесте де жаңағыдай өзінің кәсіби жаңағы тірліктері болғаннан кейін, әрине оның бәрі бойына біткен қасиет болу керек. Жаңағы ешкімді бөлмейді, ешкімді алалап бүйтіп отырғанын көрген жоқпын. Жан-жағына көп адамдар жинады. Дос, жолдас, туысқан, солардың барлығына кең қылып дастархан жайғанды жақсы көретін. Өзі кейде жаңағы дастархан жайып қоямыз да, жаңағы қонақтарды шақырамыз, қонақтар келіп жатады. Ол жоқ, жұмыста жүреді ме, әйтеуір сондай енді елдің адамы ғой. Бір кездерде солармен бірге келіп тұрады. Осы Мұхтардың үйі ме, сендер қонақ шақырып жатсыңдар ма деп әзілдеп келіп тұратында, сондай бір әзілдері бар тұғын. Әзілді өте жақсы көреді. Мұхтар Бейісов зейнетке шыққаннан кейін Қызылорда облысы медицина қызметкерлерінің облыстық қоғамдық бірлестігін құрып, оның төрағасына тағайындалса, республикада бірінші болып Сыр медицинасы газетін шығарып, медицина саласында жас мамандарды тәрбиелеу мен оқыту мақсатында зор үлес қосты. Осынау ғибратты ғұмырдың белесті биігінде Мұхтар Бейісовтың өмірлік серігі Үрмия апамыздың да парасаттылығына қайран қалмасқа шара жоқ. Үрмия Қожахметқызы денсаулық саласындағы білікті маман, қоғамда белсенді әйел ретінде белгілі. Ерді ер ететін жұбайы. Үрмия Бейісова ибалы келін, аяулы ана ретінде бүтіндей бір әулеттің бағын жаққан жан. Ол 5-ші курсқа келгенде Үрмиямен танысып, Үрмия екеуі жақсы араласып жүрді. Сол кезден бастап мен Үрмияны жақсы білемін. Сол кездегі екеуінің алғашқы танысқаннан кейінгі махаббаттары, екеуінің сыйластығы міне осы бүгінге дейін, күні кешеге дейін жақсы жалғасып келді. Мен Мұхтардың ұлдары Руслан мен Арслан үйленгенде, қызы Жанарды жатқанда, тойларында болдым. Ол біздің Шаңырақтың отбасында, қуанышында болды Үрмия екеуі. Мұхтардың енді өзінің арманы көп еді. Бірақ сол енді өзінің армандарын біразын орындап кетті. Мінекей отбасылық бизнестерін ашты, балдарына үй салып беріп кетті. Әрине, адам болғасын арман көп қой. Мен ойлаймын, енді Үрмия досымыз осы Мұхтардың орнында, балдарына әке орнына әке, ана орнына ана болып, Мұхтардың орнын тоқтатпай, әрі қарай осы жақсы істерді жалғастыра береді деп. Қымбатты Үрмия жан, әрине ауыр, маған да қиын, осылай көңілім босап сөйлеп отырмын. Бірақ та енді осы балдарға басшы болып, немелерінің қызығын көріп, деп көргендерің қуаныш болсын. Осы Мұхтардың көрмеге өткен қызығы саған, балаларыңа, немелеріне берсін. Енді біз отбасы құрғанымызға қазір 37 жыл болды ма? 37 жыл болды. Институттан кейін Үрмиямен сол институтта жүргенде таныстым. Мен ол кезде 4-ші курстамын. Үрмия Ақтөбеде. Үрмия 1-ші курста сөйтіп бір селхоз работа дейтін болатын еді ғой. Кеңестер дәуірінде біздерді жаңағы селхозға алып кетеді. Каникул біткеннен кейін оқудың алдында сентябрьден октябрьге шейін бір ай міндетті түрде сол жаңағы строй отряд дейді, жаңағы селхоз работа дейді, сояққа алып кетеді ғой. Сонда поезда кетіп баратқанда көзім шалып қалып. Иә. Ол кездегі сұлулық енді қазіргіден бөлек еді ғой. Өзім жүрегім бір түрлі жаңағыдай сонда тулап, бір түрлі ой мына қыз керемет екен деген ой келді. Бірақ енді поездың үстінде қараптан қарап дей салмайсың ғой. Поездан түскеннен кейін автобусқа бірге міндік. Менің тұратын жерімнен автобус ана микрорайонға бару керек. Бұлар сонда общежитте тұрады, мен жеке біреудің үйінде тұрам. Соны жаңа кетіп баратқанда қасында тұрып қалып, жаңағы ол кезде талонды жаңағы неге береміз ғой. Иә.
компенсировать етуге. Сол кезде айтпай ешнәрсе етпей екі талонды басып біреудің қолына ұстата қойдым жаңа. Бір жақындықтың несі ғой енді. Сөйтіп шамалап, сөйтіп кеттік. Ол мені күліп те қойды. Мен де күлдімді, түсіп қалдым да, қап, неге түсіп қалдым деп өзіме енді қашан тауып аламын ол кісіні деген сияқты ой келді да. Сол бір 2-3 күннен кейін как раз біз жаңағы селхозға баратын болдық. Как раз сол институттың алдында қасында бір 2-3 қыз жүр екен, сол жерде тағы кездесіп қалдық. Сөйтіп енді бірге селхозға бардық, сонымен жаңағы таныстық қой жақсылап. Жақсы ұстазға түссең, өмір жолың жақсы болады дейді ғой, сондықтан осы жақсы ұстаз, керемет ұстаз Мұхтар Бейішевтің қолына алғашқы жылдары келіп, сол кісіден үйренгенімді, сол кісіден көргенімді, алғанымды осы уақытқа дейін мен пайдаланып келе жатырмын, азық болып келе жатыр. Сондықтан мен осы Мұхтар Бейішевпенен үйдегі апайымызға рахмет айтып, осындай керемет балдарын тәрбиелеп, үлгілі семья болғанын айтып кету керек. Мұхтар Бейішевтей өзінің үйіндегі жарын сыйлау, тек қана жақсы көру емес, сыйлау, жұрттың көзінше ол кісіні қашанда алақанына салып жүретін, енді Үрме апаның о жағынан енді керемет бір біз үшін, жастар үшін керемет үлгі деп айта аламын. Сондықтан енді семьясында да ата ретінде, әке ретінде, бас дәрігер ретінде, ал бізге ұстаз ретінде, сол кезде жас педиатрларға ұстаз ретінде енді Мұхтар Бейішевтің орны ерекше. Сондықтан біздің жүректерімізде мәңгілік Мұхтар Бейішевтің есімі енді менің өзімнің жүрегімде мәңгілік қалады. Мұхтар Бейішевменен мен біріншіден мамандығымыз бір, екеуміз де балалар дәрігері болып денсаулық сақтау саласында қызмет еттік. Осы салада енді Мұхтар өзінің маман ретінде жақсы маман ретінде және өзінің осы өмір бойы істеген әр қай мекемеде істесе де өзінің біліктілігін жақсы ұйымдастырушы екенін көрсете білді. Енді облыстық денсаулық сақтау басқармасында да бас маман болып қызмет етті. Ол кезінде де осы сол саланың жақсаруына, балалар өлімінің төмендеуіне үлкен үлес қосты. Одан кейін осы мекемелерді басқарғанда да өзінің азамат ретінде, маман ретінде осы денсаулық сақтау саласының дамуына өз үлесін қоса білген азамат деп есептеймін. Енді одан да өзінің ол үлкен жақсы жар жолдасы Үрмияменен бірге екеуі де мамандықтары бір. Сол салада жақсы жанұя ретінде балдары өсіріп мамандық алып, одан халқына қызмет ете білген азаматтар. Енді балдары өсті, қызмет етіп жатыр. Енді зейнетке шыққаннан кейін де ол қарап отырған жоқ. Осы саланың ардагерлері осы газет шығаруда, одан кейін сол ардагерлердің жұмысына да белсенді араласып қызмет етіп, осы қоғамдық жұмыстарға да белсенді араласып жұмыс істей білді. Енді өзінің денсаулығына байланысты науқастанған уақытта да осы Алматыда емханада жатқан уақытында біз осы облыстық денсаулық сақтау саласымен ардагерлер кеңесінің атынан көңіл сұрайын деп Алматыға барғанда сондай баласырақ қуанып, осы ой рахмет, мен іздеп келдіңдер ма, маған келдіңдер ма деп сондай ризашылығын білдіріп, артынан да одан кейін келіп емделгеннен кейін де ой маған сондай қамқорлық жасады, сондай іздеді, маған барды артынан деп сол жүрген жерінде айтып риза болып айтып жүретін азамат еді. Енді әрине өмір енді Алланың берген жасы ғой, бірақ дегенменен енді шүкір балдар өсті, ер жетті, қызмет етіп жатыр. Үрмияда сол Мұхтардың ісін жалғастырып,
осы мына клиника ашып халыққа денсаулығын жақсартуға қызмет етіп өз үлесін қосуда. Не дейміз енді, мұқтардың жатқан жері жайлы, алды пеш, арты кеніш болсын дейміз. Артындағы жаңағы өзінің жанұясына, жолдасына Алла өмір берсін, қуат берсін дейміз. Осы алды жарық, алды пеш, жанатта болсын дейміз. Жатқан жер жайлы болсын, қалған ұрпақтарына Алла өмір берсін. Алла айтады ғой, көтеретін адамға береді қиыншылықты деп. Енді жаратқан Алланың жақсы адам керек болған шығар. Доктор баланың жақсылығын айтып тауыса алмаймыз. Жаным айналайын. Ағасы айтатын еді докторларға жаңағы. Мен докторға көрінеді ғой, бірақ та шақырып алады. Тілі білмейтін, тілі жоқ адамды емдейтін адам. Қалай, дұрыс қой енді ол. Үлкен адам тіпті жақсы емдейді ғой. Сондай-ақ арты жақсы. Мен енді Үрмиямен екеуі жақсы, қол ұстасып, ағайын туысқанға керек нәрсені жасайтын тұғын жүгіріп келуді, қонағымызды күтетін еді. Ол түгіл достарымыз келіп атса, ағалап үйіне шақыратын еді. Осы дастарханы ашық, айналайын, мен енді көп айтқанда да жаны жанаттан болсын деймін. Топырағы торқа болсын, алды пеш, арты кеніш болсын. Шығыс медицинасының атасы Әбуғали ибн Сина дәрігерде сұңқардың көзі, қыздың қолы, жыланның даналығы және арыстанның жүрегі болуы керек деп, адам жанының арашасы болатын ізгі мамандық иелері туралы құнды пікір қалдырған. Ал мықты маманның алаңсыз жұмыс істеу үшін оның тылы да мықты болуы керек дейтін пәлсапаның бүгінгі күні өзектілігі бар. Ал отбасының берекесі болу үшін қазақ әйелдеріне тән құнды қасиеттердің тал бойынан табылуы маңызды. Балалары да жақсы, ұлдары, қыздары бәрі жақсы. Ал енді мұқтардың жатқан жері жайлы, топырағы торғай, иманы жолдас болсын. Тектіден текті туар деген өнегелі отбасында ұл да қыз да дүниеге келді. Русланы мұнайшы, Аслан мен Жанар заңгер. Ата-ананың парызы балаларды жетілдіру, ұлды ұяға, қызды қияға қондыру. Я, Бейісовтер әулетінің ұрпағы өркен жайып өсіп келеді. Менің сұлу красавица қызымның туған күні құтты болсын. Менің сұлу аристократка қызым бүгін 5-ке келді. Аман есен болсын, бақытты болсын, болашағы зор болсын, елдің азаматы болсын, мамасының, папасының қуанышы болсын. Біздің әрине біздің де қуанышымыз болады, біздің мақтанышымыз болсын, дені сау болсын, сол папасының, мамасының рахатын көрсін, бізде оларға рахатын көрсін. Еліне қадірлі болса, осы мұхаңдай ақ қадірлі болады шығар деп, соған бір жағынан өзімді өзім бастым. Мен осындай халық жапырылып, оны құрметтеп жатқанда, мен неге жылай беруім керекпін? Мен неге өзімді өзім басып үйренбеуім керекпін деп сөйтіп жаңаға не қылдым. Енді шүкір Аллаға, жақсымыз, туысқандар барлығы хабарласып тұр. Жолдас жоралар жон жақтан келді, барлығы ағылып келді, бүкіл қаладан Қазақстанның келіп жатыр. Москвада да бір жолдастарымыз бар, олар да звондап жатыр. Я жылын айтыңдар, келеміз, қай кезде не қыламыз, үлгермей қалдық деп жатыр. Енді не айтайын, халқыма рахмет айтамын, туған туысқандарға рахмет айтамын. Балаларым әйтеуір солардың ортасында жақсы әкесі сияқты балалар болып өссе екен деймін. Жақсы әке балаға 40 жыл азық дейді. Енді жақсылығы әрине ол азық болады. Аралдың асау толқынындай өр рухты, турашыл, талапшыл, табанды, көпшіл, жүрегі мейірімге толы мұхаңның мінезінен де, өмір жолынан да теңіз тарландарына тән тектілікті байқауға болады. Теңіздің табанынан су кетсе де, халқының жүрегінен жыр кеткен жоқ деп өлеңге өрілген өршіл өлке перзентінің өмір айдындағы ақ желкені небір құйынға да, дауылға да жығылмаған. Ел жадында жылы естеліктермен қалар, жаны таза, жақсымен жайсаңды жолаушы еткен, теңіз тербеген алып кеме сапары жалғасып барады.